Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Білімсіздік, надандық деген өте жаман нәрсе. Егер біреудің түсіне бір аққа, матаға оралған сақалы бар бір шал кіріп, мен сенің пайғамбарыңмын десе, соған сенеді, надан адамдар. Өйткені олардың милары жоқ, ақылдары жоқ ойланатын. Ол оның кім екенін білмейді. Мүмкін шайтан шығар, ақ матаға оралып, адамның түсіне кіретін. Осыны ойлап өтірікшінің ажыратуға дүмшелеудің милары мен білімдері жетпейді. Егер түсіңде кірген адам пайғамбармын десе, оған сену керек дейді дүмше ғалымдар білімсіз адамдарға. Бұл адасушылықтың бәрі тек қана бір хадисті адамдардың дұрыс түсіне алмауынан болып жүр. Хадиста кім мені түсінде көрсе, оның түсі шынайы, себебі шайтан менің кейкіме ене алмайды дейді Бұхари мен Ахмадта. Тағы бір хадиста кім мені көрсе, ояу кезінде көргендей болады дейді. Көріп отырсыздар, бұл сөздер тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өз көздерімен көрген сахабаларға ғана айтылған сөз. Егер түстеріне шайтан кіріп, мен пайғамбармын десе, сахабалар, жоқ, сен пайғамбар емессің, оның түрін мен танимын дер еді. Өйткені шайтан пайғамбардың түріне кіре алмайды. Сахабалар өлген соң пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның түрін көрген адам жоқ. Мысалы, бір орыс түсіңе кіріп, мен Назарбаевпын десе, жоқ, сен Назарбаев емессің, мен оны танимын, мен оның фотосын көргем деп айтуға болады. Сондықтан түстеріңіздің бәріне сене бермеңіздер, дүмше молдаларға сенбеңіздер, мұсылмандар.